абай дана. Қазақтың ортақ мақтанышына айналған халқымыздың ұлы перзенті, ақын, философ, ғұлама Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына орай мемлекет көлемінде және халықаралық деңгейде, соның ішінде ЮНЕСКО аясында өткізілетін ауқымды іс-шаралар басталып кетті. 13-ші қара сөз. Иман деген Алла Табарака уа тағаланың шәріксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уа әртүрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойын ұсынып инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірден дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испатларға жараса, мұны яғни иман десе керек. Абай поэзиясы қазақ халқының ұлттық мақтанышы. Тек қана Абай өлеңдерінен қазақ даласының табиғаты, қазақ өмірінің шындығы, қазақ халқының сезім сыры, арман тілегі, ұлттық ерекшелік қасиеттері түгел көрініп сезіледі. Ұлы ақын Абайдың қазақ әдебиетінде 19 ғасырда және 20 ғасырда еткен әсері аса мол. Абайдың өзін көрмей сөзін оқу арқылы, естіп ұғыну арқылы, сол Абайдың өлеңдерінің үлгісінде әлеуметтік мәселеге, адамгершілік жайға, ағартушылық турасына арнап көп өлеңдер жазған талай ақындар бар. Әсіресе бұлардың саны Абай шығармалар қазақ сахарасына жайыла бастаған сайын молая түскен, дейді Мұхтар Әуезов. Екінші, кітаптан оқу, бірлән яки молдалардан есту, бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық берікті қажет. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айнып көңілі қозғалмастай берік боларға керек. Бұл иманды иман. Абайдың қазақ әдебиеті алдындағы ұлы қызметі, оның ұлттық әдебиетте шындық дегеннің не екеніне бірнеше рет көңіл аударып, оны тұңғыш аша білуі деуге болады. Ол қазақ әдебиетінде әйелдердің тағдырына бірінші көңіл бөлген ақын. Оның кіршіксіз таза, терең сезімге үңілді, ананы, даналықты, достыққа берік адал сезімді жырлады. Абай кедей ақындардың күнкөріс кәсібіне айналып, бағасы түскен өлең сөзді өз биігіне қойып, оқырманның, тыңдаушының талғамын тәрбиелеуге белсенді араласты. Ақынның бұл саладағы ұлы қызметі орыстың классикалық әдебиеті эстетикасы мен Белинский, Чернышевский көзқарастарымен ұштасып жататыны ғылымда әлдеқашан дәлелденген. Абай Құнанбай халықтан кіріп ойдалар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып, аңсаған шөлде су тапса, бас қоймай ма басқауға, біреу түртсе я қақса, бой тоқтамас жасқауға, бір күйгізіп, сүйгізіп, ескі өмірді тіргізіп, өмір тонын кигізіп, жоқты бар қып жүргізер. Абай нағыз адам мұратын қалыптастырып қана қойған жоқ. Сонымен бірге, ол мақсатқа жетудің шынайы жолын көрсетіп берді. Абай шығармашылығында сондай-ақ адам бойындағы қайырымдылық, қанағат секілді адамның қалыптасуына себепші иманды қасиеттер де танылған. Кант, Достоевский тәрізді ұлы гуманистер қайырымдылық, қарапайымдылық секілді ұғымдарды тұлғаны қалыптастыратын басты белгі деп қарастырған. Нағыз адамды білімділік, ақылдылық, біліктілік, ғылым сүйгіштік қасиеттер анықтайды деп тұжырымдайды. Дана ақынның пайымынша, адамшылықтың мұратына жетудің негізгі құралы шығармашылық ойлау. Абайдың айтуында ой кісіге табиғат құбылыстарын ғана емес, адам өмірін талдау, қорыту, салыстыру үшін берілген. Нағыз адам мұратына жетудің екінші шартын Абай еңбек, қызмет деп есептейді. Ақын еңбек туралы да жаңа сөз айта алды. Ол қазақ қоғамында еңбек туралы жаңа түсінік қалыптастырды. Абайдың айтуынша еңбек жай ғана қызмет емес, адам болмысының айнасы. Еңбектің өмір сүру құралы екендігін баршаға насихаттайды. Ғылымды игеру, тану, білімді болу, табан ақы маңдай тердің еңбектің мәні. Сондықтан ақын еңбек пен мақсатты өлеңдерінде асқақтата жырлайды. Иман деген ешбір пенденің Құдай тағала кеңсінде шыдар емес.
Абай қазақ әдебиеті тарихында тұңғыш рет өз заманында халықты толғандырған қоғамдық және саяси өмір проблемаларын күн тәртібіне қойды. Ол қазақ қоғамының қайшылықты жақтарын, замандастарының алауыз берекесіздігін, патшаның отаршылық саясатын қоздырып отырған рулық тартыстардың елдің бірлігіне келтіретін зиянын қатты сынай отырып, еңбекші елге іш тартты. Халықты озық мәдениетке сүйреді. Ол халықтардың оңашаланып өмір сүретін дәурені өткендігін, ендігі жерде ел болудың кепілі дамыған көрші елдермен қарым-қатынас жасауда екендігін айтты. Елді сол жолда бірігуге, ынтымақтастыққа шақырды. Уақыт талабын заманынан оза шауып түсіну Абай даналығының белгісі. Ол шындықты ақыны болып туды, солай өмір сүрді. Оның өлеңдерін оқи отырып, одан жалғандық табу қиын. Өлеңдерінен қазақтың ұлттық табиғатына тән шындық мөлдіреп көз алдыңа келеді. Ол суреткер есебінде Абай оны көркем бейнелеудің жаңа жолын тапты. Оның өлеңдері өзінің қарапайымдылығымен, табиғилығымен құйылып, ойға, сезімге ұялайды. Сондықтан ол қазақ әдебиетіндегі тұңғыш ұлы суреткер саналады. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Якені иманы бар деуге ғылымы жоқ, тәклиде иманы бар деуге беріктігі жоқ. Я алданғанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға, ақты қара деп, я қараны ақ деп, өтірікті шын деп, ант ететін кісіні не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын, әнішек білмек керек, жоғарғы жазылма шекін түрден басқа иман жоқ. Ақын боп сөз жазып қана отырмаған, өз өлеңіне өзі ән шығарып таратқан. Оның композиторлық шығармашылығы біздің халықта ерекше бағаланады. Қазақ даласында бірінші шырқалған Татьяна тек Пушкинді ғана насихаттап, халыққа таратып қана қойған жоқ. Сүйгеніне қосыла алмаған мұңды орыс қызын қазақпен байланыстырды. Абайдың жастайынан көргені, естігені халық әдебиеті, бай фольклор, жеке ақындар творчествосы болды. Жасынан әке ырқымен ел ісіне араласқан Абай сөз сырын жақсы білді. Дау ұстағандардың талай сынынан өтті, шешен атанды. Төбе билікке де сайланды. Есіткендей болады, құлағы ескі сыбырды, ескі ойға көңілім толады, тірілтіп өткен құрғырды, ішіп терең бойлаймын өткен күннің уларын, және ішінде ойлаймын жұрттың жалған шуларын, тағы сене бастаймын күнде алдағы шуларға, есім шығып қашпаймын мен ішпеген у барма.